Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында қайнатылмайтын және баклажкада сақтайтын огонек дайындайтын боламыз. Әуелі бізге помидор, чеснок керек болады, сосын болгар бұрышы керек болады, сосын аспирин керек болады. Аспирин міндетті түрде керек болады. Блендер болса блендермен езіп аласыздар, болмаса ет өткізетін болса сонымен де өткізіп алуыңызға болады. Бәрін осылай блендермен өткізіп шығасыздар. Сосын болгарский саламыз, тоже онды бәрін блендерден өткізіп шығатын боламыз. Ет өткізетін болса, ет өткізетінмен істесеңіздер болады. Жақсылап бәрін араластырып блендерден өткізіп аламыз. Міне көрдіңіздер, осылай болады. Сосын аспирин саламыз. Мен 2 таблетка салдым. 1 литрге 1 таблетка саласыздар. Бәрін өлшеп аласыздар. Жақсылап араластырып, сосын 1,5 қасықтай тұз саласыздар. Бізде өзіміз үйде азғантай болғандықтан азғантай істедім. Одан көп істеулеріңізге болады. 5-6 килограммға дейін істеуге болады. Описаниеға толық бәрін жазып кетемін. Сол жерден қарап істеп алсаңыздар болады. Міндетті түрде 1 күнге қойып қоясыздар. Міне ал дайын болды, қараңыздар. Өте осылай қою болып шығады. Қайнатылмайтын, тез дайын болатын огонек дайындаймыз, қараңыздар. Осылай баклажкаларға құйып алсаңыздар болады. Холодильникте сақтайсыздар, морозилкада сақтамайсыздар. Холодильникте сақтайтын боламыз. Айналса қыс кезінде күшті тамақтармен жегенде өте дәмді және тез дайын болатын, қайнатылмайды. Баклажкада сақтай бересіздер. Бұл рецепт сенімді. Осылай бәрін құйып аласыздар. Менде баклажка, сосын банка бар еді, соған құйып шықтым бәрін. Банка болса да банкаға қойсаңыздар болады, баклажка болса баклажкада қойсаңыздар болады. Баклажкада сақтауға да болады. Өте дәмді, қараңыздар, қою болып шықты. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен күшті видеолармен бөлісетін боламын. Менің каналымды қоңырауша белгісін басып, үзбей қарап отырсаңыздар болады. Осы қазақша контенті дамуларыңызға үлес қоссаңыздар, әне көрдіңіздер, осылай бәрін жауып аласыздар. Өте дәмді. Енді мен осын магазиннен еш сатып алмайтын болдым. Алдым магазиннен сатып алатын едім. Қазір үй жағдайында осы рецептпен істейтін болдым. Сенімді рецепт. Осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Ал дайын болды, қараңыздар. Сіздермен болған рахмет.